Саламатсыздар ма, құрметті магистранттар? Бүгінгі семинар сабағымыздың тақырыбы қазақ прозасындағы дискурстың бастау арналары. Жалпы 20 ғасыр басындағы ағымдар, бағыттар мен ағымдар тақырыбында бүгінгі семинар сабағында жүргізетін боламыз. Жалпы 20 ғасыр басындағы әдебиетіміздегі дискурстың біздегі көрінісі деген мәселелерді бүгін талқылайтын боламыз. Мынау бірінші, біздің қазақ әдебиетінде 20 ғасырдың басында мынандай ағымдар болды. Қандай ағымдар, қараңдаршы. Нұрай, экспрессионизм, импрессионизм, Бекзат, оқышы, айта қойшы. 20 ғасырда қандай әдеби ағымдар болды біздің әдебиетімізде? Бекзат, көрініп тұр ма? Экспрессионизм, импрессионизм, дұрыс. Экзистенциализм тәрізді әдеби ағымдар болды. материалистік әдебиет. Енді алғаш рет осы ағымдар туралы біздің қазақ әдебиетінде Әуезов не деген екен? Қараңдар. Әуезов не дейді? Мұхтар Әуезовтың қазақ әдебиетінің тарихы деп аталатын мақаласында анархиялық нигилизм, буржуазиялық индивидуализм үлгілері, формализм, натурализм жайында пікірлер айтылады. Ал Жүсіпбек Аймауытовтың Мағжанның ақындығы мақаласында және елес әңгімесінде экспрессионизм, импрессионизм секілді ұғымдардың мәнін ашады. Дұрыс. Қайталайық. Осы парақшада Әуезовтің қандай мақаласы туралы айтылып тұр? Қазақ әдебиетінің тарихынан деген мақаласы айтылады. Осы жерде қандай ағымдар туралы Әуезов айтып кетеді? Нигилизм, анархиялық нигилизм, буржуазиялық индивидуализм, формализм, натурализм жайында пікір айтады. Ал енді Жүсіпбек Аймауытов Мағжанның ақындығы мақаласында елес деген әңгімесі не туралы айтылады екен? Экспрессионизм, импрессионизм секілді ұғымдардың мәні ашылады екен. Деген ұғымдарды ашқан екен. Сендерге не болды? Камераны қосыңдар, қыздар, не болды? Ал енді бұл тұңғыш рет Жүсіпбек Аймауытов алғашқы өзінің мақаласында не туралы айтылған екен? Бір ауыз айтайық. Экспрессионизм, импрессионизм ұғымдарға тоқталған екен Жүсіпбек Аймауытов. Осыларға қазіргі күні зерттеу, осылар туралы зерттеулер өте өзінің зерттеушісін күтіп тұр. Ал енді мынау біздің әдебиеттегі мынау бағыттар, мектептер. Қарайық, Бекзат, оқи қойшы мына парақшаны. Әдебиеттану ғылымындағы филологиялық мектеп, эстетикалық догматизм, биографизм мектебі, мәдени-тарихи мектеп, тарихи салыстыру мектебі яки компаративизм, психологиялық мектеп, психоаналитикалық мектеп, яғни фрейдизм, формализм мектебі, социологиялық мектеп сияқты белгілі мектептер мен ағымдарға талдау жасай отырып ғалым Рымғали Нұрғали әдебиеттану ғылымында айтылмыш мектептер, бағыттар бірін-бірі ауыстырып, кейде қатар қабат өмір сүрген. Оларды шашырандылық, әр нәрсенің басын шолу, эклектицизм түрлі идеялар бар деп тұжырымдайды. Эклектицизм түрлі идеялар бар деп тұжырымдайды. Біз дайындалмасақ болмайды екен, қыздар? Сол апай. Міне жерге тіліміз келмей жатыр ғой. Етейік, қазір өстіп өтейік, қазір қайтадан запись жасаймыз, амал жоқ қайтадан. Мынау енді бір қайталап шығайықшы. Мынаны физиологиялық мектеп дегенді Бекзат
оқыды. Нұрай, сен бір оқып шықшы. Әдебиеттану ғылымындағы филологиялық мектеп, эстетикалық догматизм, биографизм мектебі, мәдени-тарихи мектеп, тарихи салыстыру мектебі яки компаративизм, психологиялық мектеп. Компаративизм. Компаративизм болады айтпақшы. Компаративизм. Бірақ мына жерде догматизм бола ма? Эстетикалық догматизм ба? Догматизм, иә? Эстетикалық догматизм ғой, қай жерде тұр ол? Мына жоғары жақта тұр. Эстетикалық догматизм, психоаналитикалық мектеп, компаративизм, формализм мектебі, социологиялық мектеп сияқты талдау осындай мектептер бола отырып, бұлар кейде бірін-бірі ауыстырды, кейде қатар сүрді, кейде бір-бірімен араласып, біздің әдебиетімізде осы ағымдар белгілі бір дәрежеде болды деген пікір айтады Ырымғали Нұрғалиев дейді. Сосын филологиялық мектеп. Бұны қысқаша айтамыз. Одан кейін биографизм мектебінің француз сыншысы Сент-Беф зерттеудің басты мақсатын суреткердің рухани тану, суреткердің рухын тану деп көрсетеді. Оның айтуынша көркем шығарманы тудыратын фактор әлеуметтік орта, қоғамдық тартыс, таптық наным, дүниеге көзқарас емес. Жазушының қарахан басындағы күйлер, суреткердің өзі көрген, өзі сезген, тек өз басынан кешкен халдері ғана. Енді осыған пікірлеріңді айтыңдар деп отырамын. Сендер пікірлеріңді айтып, я қоспаймын, немесе жоқ, меніңше жазушының көрген білгені емес, әлеуметтегі жағдай әсер етеді деп өз пікірлеріңді, өз ойларыңды айта берсеңдер болады. Биографизм мектебі. Сосын мәдени-тарихи мектеп ең шулы бағыттың бірі болып табылады. Бұл ағымдағы оқымыстылар Дарвин теориясын әдебиет ғылымына әкеп қолданады және дәлелсіз түрде қолданады. Ағылшын әдебиетінің тарихы деген күрделі еңбектің авторы Ипполит Тен көркем шығарманы қаламгерлікті тану үшін 3 буынға назар аудару керек дейді. Олар нәсіл, орта, сәт. Ипполит Тен. Енді бұған да бар ғой, өз көзқарастарыңды айта берсеңдер болады. Меніңше бұған қосыламын, немесе қосылмаймын деген сияқты. Бұл өте шулы мектеп дейді. Дарвин теориясын әдебиетке алып келіп таңды Ипполит Тен. Одан кейін тарихи салыстыру мектебі. Веселовский, Миллер. Салыстыру. Компаративистер әртүрлі халықтар әдебиетіндегі жанрларды салыстыра қарап, форма мәселесіне, сюжеттің шығуына байланысты көптеген пікірлер айтқан. Әдебиеттің әлеуметтік маңызына, эстетикалық сипатына бұл әдісте терең бойлай алған жоқ. Сосын психологиялық мектеп принцип бойынша. Бұл енді психологизм деген біздің әдебиетімізде бар нәрсе, е? Ең алғаш сол кім сен талдаған қаралы сұлу, соларда психологизм бар деп айта бересіңдер. Психоаналитикалық мектеп. Фрейдизм. Осыған шығармадан дәлел іздейді дейді. Бұл енді бұны жай ғана айтып кетсек болады. Сосын формализм түр деп санайды, форма деп санайды бұлар, пішін.
Эйхенбаум. Социологиялық. Бұл социологиялық мектеп. Осыған мынау Абайды, Мағжанды қаралады деген осы мәселені айтуға болады. Әсіресе Абай туралы, Мағжанның да шығармаларында экспрессионизм. Импрессионизм ойға, экспрессионизм негізгі нәрсені ой деп қалайды, ал импрессионизм мына жерде дискурс болып кеткен екен ғой қайтадан. Туризм, Аймауыт, Майлин, Ерубаев көркем шығармаларында натурализм. Осыны қарай алған жоқсыңдар, иә? Мынаның әрқайсысына мысал келтірсек. Жоқ, таппадым. Мына біреу бар ғой. Ал енді басынан бастап записьті қояйық. Қанша уақыт өтіп кетті, қарай алдыңдар ма?